Қазақстандық статистикаға сүйенсек, өлім көрсеткіші бойынша жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын науқастар саны бірінші орында тұр. Соның ішіндегі ағза үшін ең қауіптісі ол инсульт және де инфаркт миокардысы. Жалпы мен бүгінгі тақырыпта осы миокард инфарктісі дегеніміз не, қандай адамдарда болады, қалай пайда болады және инфаркт кезінде қандай симптомдар болады, осы инфаркт кезінде қандай алғашқы көмек көрсете білуіміз керек үй жағдайында, сол жайлы айтатын боламын. Осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі әр адам өзіне және қасындағы жолдастарына, туған туыстарына алғашқы көмек көрсете білуі керек. Ал мен бастаймын. Миокард инфарктісі жүрек бұлшықетінің некрозымен, яғни өлеттенуімен, көбінесе сол жақ қарыншада болады. Бұл коронарлық артерияда қан ағымы бұзылған кезде немесе тоқтаған кезде пайда болады. Қан жеткіліксіз болғандықтан жасушалар оттегін ала алмайды. Сол себепті жүрек бұлшықеті өледі. Және миокардтың зақымдалған аймағы жүректің жиырылу және босаңсу қабілетін жоғалтады. Соның салдарынан инфаркт жүректің жұмысын тоқтатқанға дейін баруы мүмкін. Бұл адам ағзасы үшін өте қауіпті. Миокард инфарктісі 40 жастан асқан ер адамдарда және менопаузадағы әйелдерде көбірек кездеседі. Қазіргі уақытта жастардың арасында да кездесетіні аз емес. Жалпы әйелдерде миокард инфарктісі ер әйелдерге қарағанда сирек кездеседі. Бірақ 70 жастан асқаннан кейін қауіп-қатер теңеседі. Ал енді миокард инфарктісінің себептеріне келетін болсақ, миокард инфарктісінің ең көп тараған себебінің бірі ол атеросклероз, яғни атеросклероздық бляшкалардың пайда болуымен бірге жүреді. Бұл патология миокард инфарктісінің барлық жағдайларының 90%-ын құрайды. Атеросклероз кезінде қан тамырлар қабырғаларында холестеринді бляшкалар пайда болып, олар қан ағымын жартылай немесе толығымен жабады. Соның салдарынан миокард инфарктісі болады. Келесі бір себебінің түрі ол спазм салдарынан, яғни жергілікті артериялардың тарылуы. Бұл мысалы есірткі қолданған кезде, қатты стресс кезінде және ауыр физикалық белсенділік кезінде болуы мүмкін. Келесі бір себебінің түрі ол тромбоз, яғни тромбпен бітелуі. Мысалы атеросклероздық бляшкалар жарылған кезде немесе қан ұюының бұзылған кезде пайда болады. Келесі бір түрі ол эмбол, яғни бөгде дененің тамырдың жартылай немесе толық бітелуі. Мысалы үлкен артерияларда пайда болған, содан кейін үзілген тромб қан ағымымен қозғалып, ол жіңішке коронарлық артерияларға барып тіреп, сояққа жабысып, сол жерде қан ағымын бұзады. Соның салдарынан миокард инфарктісі болады. Сонымен қатар онкологиялық аурулар кезінде де ісіктің бір бөлігі қанға түсіп, эмбол ретінде, сонымен ол коронарлық артерияларға барып тіреліп, сол жерден инфаркт шақыруы әбден мүмкін. Тағы да бір түр ол гипоксия, яғни қан ағымы мен оттегінің жеткіліксіз жеткізілуі салдарынан болады. Сонымен қоса, тағы да бір диагноз ол расслоение аорты. Именно осы кезде де миокард инфарктісі болуы әбден мүмкін. Ал енді жүрек ұстамасы кезінде, яғни миокард инфарктісі кезінде қандай симптомдар болады, сол жайлы айтатын боламын. Жалпы бұл симптомдарды әр адам өзі біліп жүргені өзіне абзал. Себебі қасындағы адамдарда немесе өзінде де осындай симптомдар болып қалуы мүмкін. Сол кезде тез арада алғашқы көмек көрсете білуі керек. Ең бірінші симптом ол кеуде аймағында қатты ауырсын сезімі. Ол кенеттен пайда болады. Яғни ұстама кезінде кеудесі күйеді, немесе қысып тұрған сезім болады, немесе пышақ сұққандай бір ауыру сезімдер болады. Бұл ауырсыну 5 минуттан аса уақытқа созылады. Яғни бұл ауырсыну сезімдері сол жақ иыққа, сол жаққа және де мойынға беріледі. Сонымен қоса науқаста ентігу болады. Яғни адамға бір ауа жетіспейтін сияқты сезімдер байқалады. Ұйықтап жатқанда немесе баспалдақпен көтерілсе, тынысы қатты болады. Яғни ысқырық тәрізді естілетін болады. Бұл енді барлық түрінде емес, но ентігу болады. Сонымен қоса науқаста суық тер болады, әлсіздік болады. Науқас тіпті қарапайым әрекетті орындауға қиын болады. Мысалы үшін орнынан тұру деген сияқты. Жүрек айну, құсу сияқты сезімдер пайда болады. Сонымен қоса ол абдоминальды түрі болады осы миокард инфарктісі кезінде. Бұл кезде абдоминальды кезінде осы жүрек тұсы ауырмайды, именно осы асқазан тұсы ауыратын болады. Сол кезде көп адамдар шатасып тұруы мүмкін. Менде осы асқазанда, яғни гастриттің обострениесі болып жатыр деп ойлап қалуы мүмкін. Сол моменттерде жіберіп алмауымыз қажет. Яғни тез арада 103-ге хабарласуымыз қажет. Ол жерде фельдшерлар сізге нақты диагностикасын жасап, предварительный диагноз қоя алады.
егер инфаркттің бір немесе бірнеше белгілері болса сізде, яғни осы жоғарыда айтылып кеткені, ауырсынудың кетуін күтпеу маңызды. Бірақ дереу жедел жәрдем шақырыңыз, яғни 103 номеріне қоңырау шалып, диспетчерге науқастың мекен-жайын, жынысын, жасын және сонымен қатар қандай симптомдар болып жатыр соны айтуыңыз маңызды. Инфаркт өлімге әкелетін жағдай. Емдеу неғұрлым ерте басталса, қалпына келтіру мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Біз ең бірінші осы инфаркт миокарда кезінде осы 103 бригадасы келгенге дейін алғашқы көмек көрсете білуіміз міндетті. Ең бірінші ол науқасты отырғызыңыз. Орындықтың арқасы бар болған жақсы, яғни сүйеніп отыратындай. Немесе оны төсекке жатқызып, басын сәл-сәл көтеріңкі қоюымыз қажет. Науқасқа 0,25 грамм аспирин береміз, яғни ол аспиринді сумен ішіп жұтып қоймай, оны шайнауы қажет. Аспирин ол қанды сұйылтады, яғни қандағы тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуына және артерияны бітеп тастауы мүмкін тромбтардың пайда болуына жол бермейді. Сол себепті бұл аспириннің рөлі маңызды. Екінші, науқаста нитроглицерин. Бұл жүрек ауруымен ауыратын науқастардың көбісінің негізі үйінде нитроглицерин немесе изокет спрей болады. Яғни осының біреуін беріңіз. Жалпы бұл нитроглицериннің әсері ол именно жүрек қан тамырларын кеңейтіп, коронарлы артериялардағы қан айналымын жақсартады. Кеуде қуысы және де барлық қысатын киімдерді алып тастауыңыз қажет. Галстук немесе белдік болса, көйлек немесе көкірекшесі бар киімдер болса, куртка болса, соның барлығын шешеміз. Таза ауаны қамтамасыз ету үшін терезелер мен есіктерді ашыңыз. Егер ауырсыну 5 минуттан кейін кетпесе, науқасқа нитроглицериннің екінші таблеткасын беріңіз. Бұл препараттың үшінші таблеткасы егер ауырсыну басылмаса, бірінші таблеткадан кейін 10 минуттан кейін бере берсеңіз болады. Нитроглицериннің алғашқы таблеткасынан кейін науқастың жағдайын мұқият бақылауымыз қажет. Егер ол қатты әлсіздік, ентігу, терлеу күшейіп бастаса, онда сіз адамның аяғын аздап көтеріп қойып, бір стакан су бергеніңіз маңызды. Мұндай жағдайда нитроглицериннің екінші таблеткасын қабылдау қажет емес, себебі миокард инфарктісі болып жатыр деген сөз. Ал егер нитроглицеринмен кететін болса, ол сізде стенокардия ұстамасы. Енді инфаркт миокардасы кезінде не істеуге болмайды, сол жайлы айтатын боламын. Бұл тоже адам ағзасы үшін өте маңызды. Дәрігер келгенге дейін немесе 103 бригадасы келгенге дейін орнынан тұру, жүру, тамақтану, темекі шегу, арақ ішу болмайды. Келесі бір түрі ол егер осы аспиринге сізде аллергиялық реакциялар болатын болса, немесе асқазаныңызда язва, яғни өршу сатысы болатын болса, онда аспирин ішуге мүлдем болмайды сізге. Сонымен қоса рөлге отыруымызға болмайды, себебі сіз естен танып қалуыңыз мүмкін. Миокард инфарктісі кезінде сол кезде сіз ДТП-ға түсіп қалуыңыз да әбден мүмкін. Ал енді бізге осындай сұрақтар қойылып жатады. Миокард инфарктісін алдын алу, яғни болмау үшін не істеуіміз қажет? Немесе миокард инфарктісі басынан өткеннен кейін екінші рет сол қайталанбас үшін не істеуіміз керек? Сол жайлы айтатын болам, яғни профилактика миокард инфарктісінің. Миокард инфарктісін басынан өткізгеннен кейін қайта инфаркт алу қаупін азайту өте маңызды. Қайталанатын инфаркт өлім ықтималдығын 37%-ға арттырады. Алдын алу шаралары негізінен өмір салтын түзетуге бағытталған. Ең бірінші ол темекі шегуден бас тарту. Және де кальян немесе басқа да түрлерін шектеуіміз қажет. Никотин ол тамырлардың спазмын тудырады. Бұл инфаркт тудыруы әбден мүмкін. Алкоголь ішуден бас тарту. Тіпті бір реттік алкогольді қабылдау қан қысымының жоғарылауына ықпал етеді және жүрек қан тамырлар жүйесіне теріс әсер етеді. Салмақты қалыпқа келтіру. Сіз диетаны дұрыстауыңыз қажет, физикалық белсенділікті арттыруымыз қажет және диетологпен кеңесу артық болмайды бұл кездерде. Дұрыс тамақтану өте маңызды. Диетада дәрумендерге, минералдарға, талшықтарға, ақуыздарға бай тағам болу керек. Бірақ тыйым салынатыны ол тез еритін көмірсулар, фастфуд, майлы және де ысталған тағамдар. Жалпы суды да көп ішуіміз қажет. Себебі кардиологтар күніне 1,5-2,5 литрға дейін су ішуді ұсынады. Кофе сондай-ақ күшті шайды тұтынуды шектеуіміз қажет. Дене белсенділігі келесі. Ол тұрақты және де қалыпты болу керек. Жаяу серуендеу.
скандинавиялық серуендеу, жүзу, велосипедпен жүру, шаңғы тебу, йогамен айналысу. Бұл өте тиімді адам ағзасы үшін. Және де кешкі уақыттарда серуендеу. Тұрақты эмоционалды күй, стресс факторларына сабырлы түрде жауап беруіміз керек. Жағымды эмоциялар алуды үйренуіміз маңызды. Бұл жақын адамдармен қарым-қатынас, хобби, саяхатқа көмектеседі. Толық ұйқы, яғни өзіңізді жақсы сезіну үшін кемінде 6 сағат ұйықтауымыз қажет. Қан қысымын бағалау, қандағы глюкозаны бақылау және де холестеринді бақылауымыз қажет. Егер сіздер жүрек шағымдар болатын болса, ЭКГ түсіп терапевтке немесе кардиологқа барып тексеріп тұруыңыз маңызды. Дәрігердің ұсыныстарын орындауды және тағайындалған дәрі-дәрмектерді қабылдауды, жүрек соғу жиілігін, қан қысымын бақылау үшін үнемі маманға баруды ұмытпағаныңыз жөн. Жалпы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеуіміз қажет. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі видеом соңына келіп жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісе отырыңыз, себебі бұл арнаның дамуы үшін өте маңызды.